Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің дәріс тақырыбымыздың тақырыбы қысқа мерзімді активтер есебі, ақша қаражаттары және дебиторлық борыштар есебі. Менің аты жөнім Аманбаева Асемгүл Абдумансуровна, доктор PhD, Алихан Бөкейханов университетінің аға оқытушысы. Дәріс сабағының мазмұнына тоқталсақ, бірінші сұрағымыз ақша қаражаттарының есебі және олардың баламаларын тану. Екінші сұрағымыз дебиторлық борыштарды тану және жіктеу. Үшінші сұрағымыз басқа да активтер есебі, берілген аванстар, алдағы кезең шығыстары, аяқталмаған құрылыс және де басқа активтер. Жалпы 7-ші халықаралық қаржылық есеп стандарты төменде көрсетілгендей терминдер пайдаланылады. Жалпы ақша қаражаты дегеніміз бұл жоғары өтімді активтер. Яғни айырбас құралы ретінде танылады. Және ақша қаражатының міндеттемелерді тез арада өтеу қабілеті болуы керек. Жалпы бухгалтерлік есептің номер 7-ші ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есеп деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес ақша қаражаттарына ағымдағы шоттардағы, жаңа банктік шоттардағы, валюта және айналымдық несие ақшалай құжаттар жатады. Жалпы ақша қаражаттарына ұйымның кассасындағы және банктік шоттардағы ақшалай қаражаттарын жатқызамыз. Ақша баламалары дегеніміз бұл ақшаларға ұқсас, бірақ басқаша жіктелетін активтерді айтамыз. Оларға мысалы қазыналық вексельдер, овердрафт, коммерциялық қағаздар және тағы да басқалар жатады. Ақша қаражаттарының қозғалыстары ақша қаражаттары мен олардың баламаларын түсімдері және төлемдері. Овердрафт дегеніміз жаңағы активті шоттың қалдығындағы сомадан артық сомада төлем төлеу нәтижесінде пайда болатын кредиттік қалдықты айтамыз. Жалпы ақша қаражаттарының қызметіне тоқталсақ, ол жаңағы үш түрге бөлінеді. Операциялық қызмет, инвестициялық қызмет және қаржы қызметі. Енді әрбіреуіне жеке тоқталсақ, операциялық қызмет дегеніміз бұл компанияның экономикалық қызметінің негізгі компоненті болып табылады. Яғни осыдан түскен түсім, осы қызметтен түскен түсім компанияда айтарлықтай үлесі жоғары. Инвестициялық қызмет дегеніміз бұл жеке және заңды тұлғалардың жаңағы инвестиция салу бойынша іс тәжірибе жиынтығы. Қаржы қызметі дегеніміз заңды тұлға қызметі, осы қызметтің нәтижесінде жаңағы меншікті капиталдың және қарыз қаражаттарының мөлшері мен құрамында жаңағы өзгерістер болады. Жалпы енді кәсіпорындар активтерді өздері өндіріп шығару, немесе басқалардан сатып алу, немесе жалға алу арқылы иеленеді. Активтер жаңағы пайдалану мерзіміне қарай екі түрге бөлінеді. Қысқа мерзімді активтер және ұзақ мерзімді активтер болып бөлінеді. Жаңағы көріп тұрғандай, қысқа мерзімді активтер бұл 1 жыл уақыт ішінде пайдаланылатын активтерді айтамыз. Ұзақ мерзімді активтер деп жаңағы 1 жылдан артық қолданылатын активтерді айтамыз. Жалпы ақша қаражаттарының есеп мақсаттарына тоқталсақ, жаңағы ақша қаражаттарымен байланысты операцияларды есептеу, оларды бақылау және жедел түрде көрсету болып табылады. Енді кәсіпорындар мен ұйымдарда ақшалар арқылы есеп айырысу операцияларын бухгалтерлік есебін жаңағы жүргізген кезде мыналарды басшылыққа алу керек. Жаңағыдай ақша операцияларымен байланысты есепті дер кезінде есептеу, олардың қолдануын тиімді бағалау және кірістелу мен шығыс етілуіне дұрыс есеп жүргізу болып табылады. Ақша қаражаттарының қозғалыс міндеттеріне жаңағы ақша қаражаттарының ағымын бағалау, олардың құрылымын, құрамын, бағытын бағалау, жәнеғі ақша қаражаттарын ағындарын қалыптастыруға әсер ететін әртүрлі факторларды анықтау, өлшеу, және осы ақша қаражаттарын пайдалануды жақсартатын резервтерді анықтау және
бағалау және осы резервтерді тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу жатады. Жалпы ақшалай қаржылар бөлімшесі келесідей шоттарға арналған. Жаңағы 10-10 кассадағы ақшалар, 10-20 жолдағы ақша қаражаттары, 10-30 ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары, 10-40 карт шоттардағы ақшалай қаржылар, 10-50 жинақ шоттарындағы ақшалай қаржылар, 10-60 электрондық ақшалар, 10-70 басқадайда ақшалай қаржылар. Жалпы 7-ші халықаралық қаржылық есептілік стандартының мақсатына тоқталсақ, бұл стандарттың мақсаты жалпы барлық ұйымдарда ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті беруді талап ету. Ал бұл стандарттың қолданылу аясы, яғни осы стандарттың талаптарына сай қаржылық есепті әрбір ұйым кәсіпорын ұсынуға міндетті. Бұл стандарт 1977 жылы шілде айында бекітілген. Және 7-ші ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік халықаралық қаржылық есеп стандартының мен алмастырылды. Енді ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру, яғни бұл ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерінің келіп құйылуы мен шығысталуына бағалау мүмкіндік береді. Яғни ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп, ақша қаражаттары бойынша ұйымның төлеу қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік береді. Және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпарат дегеніміз, бұл ұйымның ақша қаражаттары мен баламаларын молайту қабілеттілігін бағалау кезінде пайдалы болады. Енді жалпылама шаруашылық операцияларға тоқталсақ, қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар есебінің синтетикалық есебіне тоқталсақ, бұл жерде кәсіпорын кассасының қысқа мерзімді қарызы берілген кезде дебет 11-10, кредит 10-10. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер кіріске алынған кезде дебет 11-20, кредит 33-10, 33-90. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтердің бастапқы құны нарықтық құнға тең ұлғайды. Дебет 11-20, кредит 61-50. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтердің бастапқы құны нарықтық құнға теңестіруге қарай азайды. Дебет 73-30, кредит 11-20. Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар кірістелді. Дебет 11-30, кредит 33-10, 33-90. Өтеуге дейінгі ұсталынған қысқа мерзімді инвестициялар сатылды. Дебет 12-10, 12-80, кредит 11-30. Өтеуге дейін ұсталынған қысқа мерзімді инвестицияларға сыйақы есептелген кезде дебет 12-70, кредит 61-10. Өтеуге дейінгі ұсталынатын қысқа мерзімді инвестициялар ұзақ мерзімге ауыстырылды. Бұл жерде дебет 20-30, кредит 11-30 болады. Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар кірістелген жағдайда дебет 11-40, кредит 33-10, 33-90. Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялардың 10 бағамы айырмашылығы анықталған кезде дебет 11-40, кредит 62-50. Және сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларда теріс бағам айырмашылығы анықталған кезде дебет 74-30, кредит 11-40. Міне осындай шаруашылық операциялар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша жүргізіледі. Енді екінші сұрағымызға көшсек, дебиторлық борыштарды тану және жіктеу. Жалпы ақшалай қаражаттардың сипаттамасы. Бұл дебиторлық берешек, бұл басқа мекеменің алдындағы ақшалай шаққандағы қарыздық міндеттемесі болып табылады. Жалпы бұл дебиторлық берешек қай кезде пайда болады? Мекемелердің дебиторлық берешегінің негізгі түрі болып, сатып алушылардың
оларға жөнелтілген немесе сол жерде босатылған материалдық қорлар тапсырушылардың көрсеткен қызметі үшін қарыздық міндеттемелері болып табылады. Енді дебиторлық берешектің жіктелуі және түрлеріне тоқталсақ, дебиторлық берешектің мазмұнына байланысты саудалық емес болып бөлінеді. Дебиторлық берешектің уақытылы түсуіне байланысты қалыпты, мерзімі өткен. Дебиторлық берешектің қалыптасу мерзіміне байланысты қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді. Дебиторлық берешектің мерзімі өткеніне байланысты күмәнді, үмітсіз. Міне бұл дебиторлық берешектің жіктелуі. Ал енді түрлеріне тоқталсақ, алынуға тиісті берешектер, яғни сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешектері, алынған вексельдер, кәсіпорынның есеп беруге тиісті тұлғаларының берешегі, ағымдағы активтерді сатып алу үшін төленген аванстық төлемдер, негізгі шаруашылық серіктестік және оның еншілес серіктестіктері арасындағы операциялар нәтижесінде пайда болған дебиторлық берешек және басқадай дебиторлық берешектерді айтамыз. Енді дебиторлық берешек есебін реттейтін қаржылық есеп халықаралық стандартына тоқталсақ, номер 18 бұл түсімді есептейді. Номер 39 қаржылық құралдарды тану мен бағалау. Номер 1 қаржылық есептілікті ұсыну. Енді күмәнді қарыздар бойынша резервке тоқталсақ, бұл күмәнді талаптар бойынша резервтер есебі 12-90 шоты бойынша жүргізіледі, яғни күмәнді талаптар бойынша резерв. Бұл шот контрактивті шот болып табылады. Жалпы күмәнді қарыздарды бағалаудың екі әдісі бар. Бұл несиеге толық қолдануынан пайыз әдісі, яғни кіріс пен шығыс туралы есеп. Бұл әдістің мақсатына тоқталсақ, күмәнді дебиторлық қарыз шығынның пайда болу нәтижесінде нақты өлшеулер болып табылады. Ал төлеу мерзімі бойынша дебиторлық қарыздарды есептеу әдісі, яғни бухгалтерлік баланс, бұл әдістің мақсаты дебиторлық қарыздың таза бағасын нақты өлшеу болып табылады. Міне осы екі әдіс арқылы күмәнді қарыздарды есептеп тануға болады. Енді мысал келтірсек, бірінші әдіске несиеге толық қолдануынан пайыз әдісі. Мысалы, бір жылға қолданысқа жіберу көлемі 1.049.000 теңгені құрайды. Қарыздың пайыз талдау үшін 5 есептік периоды таңдалған. Қолданудың толық көлемін күмәнді талаптарына пайыз анықтау кестесі, бұл жерде кестеде өлшем бірлігі 1000 теңге. Жаңағы айтқан 5 кезең кестеде көрсетіліп тұр. Қолдану көлемі 890 мың, екінші кезең 997 мың, үшінші кезең 1.002 мың, төртінші 1.019 мың, бесінші 1.032 мың. Енді күмәнді талаптар сомасы және пайыз. Енді бұл жерде 5 период ішінде орташа пайыз есептеген кезде, жаңағы пайыздың 5 кезеңнің пайызын қосып, жаңағы 5-ке бөлеміз. Сол кезде орташа пайыз сомасы шығады 1,66 пайыз. Бұдан күмәнді талаптар бойынша резерв сомасын анықтаған кезде, жаңағы бір жылға қолданысқа жіберу көлемін 1.049.000 теңгені көбейтеміз орташа пайызға, 1,66 пайызға, оны 100-ге бөлеміз. Сол кезде бізде күмәнді талаптар бойынша резерв сомасы шығады 17,4. Яғни есепті жыл соңында бұл жерде қандай корреспонденция береміз? Дебит 74-40, кредит 12-90. Сонда күмәнді талаптар резерві 17,4 мың теңге сомасы болып табылады. Енді қысқа мерзімді дебиторлық берешек бойынша синтетикалық есепке тоқталсақ, бұл жерде келісім баға бойынша сатып алушылардың шот ұсынылды. Жаңағы дебит 12-10, 12-40, кредит 60-10. Сатылған өнімнің қайтарылуы, келісім құнға байланысты, қосылған құн сомасына байланысты берілген жеңілдіктер. Бұл жерде көрсетіліп тұрған шоттар корреспонденциясы беріледі. Енді келесі, кәсіпорындардың бухгалтериясы
Дебиторлық берешектер есебін жүргізу барысында төменде аталған құжаттарды қолданады. Яғни номер 7 журнал ордер. Бұл жұмысшылар мен басқа да тұлғалардың берешегі. Номер 8 журнал ордер алынуға тиісті қосылған құн салығы, есептелінген пайыздар, басқа да дебиторлық берешектер. Және де берілген аванстар деп аталатын шоттардың кредиті бойынша жүргізіледі. Номер 9 журнал ордер. Бұл берілген аванстар шотының дебиті бойынша. Номер 10 журнал ордер. Күдікті қарыздар бойынша резерв, алдағы кезең шығындары шоттарының несиесі бойынша. Номер 11 журнал ордер. Сатып алушылар және тапсырыс берушілердің берешегі шотының және еншілес серіктестіктердің дебиторлық берешегі шотының кредиті бойынша жүргізіледі. Міне осы жаңа көрсетілген журнал ордері арқылы бұл операциялар құжатталып отырады. Енді дебиторлар мен есеп айырысу есебі шот жоспардың жаңағы дебитордың берешек және басқа да активтер деп аталатын активті шотта жүргізіледі. Осы активті шот төмендегідей бөлімшелерден тұрады. 12-10 сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегі, 12-90 және алда айтып өткендей күмәнді талаптар бойынша резерв, 12-20 еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді берешегі, 12-80 өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек, 16-20 алдағы кезең шығыстары және 16-10 берілген қысқа мерзімді аванстар. Енді күмәнді берешектер дегеніміз жаңағы келісім шарт негізінде уақытында өтелмеген дебиторлық қарыздарды айтамыз. Жалпы резервті құру әдістеріне тоқталсақ, сақталған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер көлеміне пайыз әдісі. Төлем мерзімдері бойынша шоттарды есепке алу әдісі. Жалпы тауарды сату көлемінен пайыз әдісінің мәні өткен бірінші жылдардағы кемінде 3 жыл сатылған тауарлар көлемі мен төленбеген шоттарды сомаларын талдау негізінде мекеме үмітсіз қарыздар сомасын сатылған тауарлар көлеміне бөліп және 100%-ға көбейту арқылы есепті мерзімдегі күмәнді талаптар бойынша құрылатын резервтің орташа пайызын шығарады. Жалпы алдағы кезең шығындары дегеніміз есеп беретін кезеңде шығарылған, бірақ келесі есеп беретін кезеңнің шығындарына жатқызылатын шығындарды айтамыз. Енді бүгін осымен біздің дәріс тақырыбымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.